Шығысқа қалған саяхатшылар ғасырлар бойы қалыптасқан бай этнографиялық мәдениет пен дәстүрлі халық мұрасымен танысумен қатар, өздеріне мүлдем таңсық тағамдардың дәмін татып та көреді. Ағы бардың бағы бар деп қазақ халқы сүтті береке несібесі деп білген. Ақтан жасалған ұлттық тағамның ең көне түрлерінің бірі құрт. Құрт деген не? Ол қалай жасалады? Құрт сөзінің түп тамыры түркі тілінде құрғатылған деген мағынаны білдіреді. Бұл көшпенді дала халқының байырғы тағамы. Ас адамның арқауы, ұзақ сапарға аттанған сауда керуеніне қысы жазы дәмі де түсі де өзгермейтін, ұзақ уақыт бұзылмай сақтауға жарамды аса құнарлы азық қажет болды. Ал құрт осы талаптарға толықтай жауап беріп, көлемі кішірейсе де, құрамындағы дәрумендері сол күйінде қалатын бірегей қорек. Құрт десе, жас кезіміз еске түседі. Жас кезімізде құрт жасайтынбыз. Қазір енді немерелеріме құрт жасап жатырмын. Құрт жасау үшін алдымен тартылған сүтті пісіріп, одан айран жасайды. Кейін қатықтың сары суын алу үшін арнайы кенеп дорбаға құйып 2-3 күнге асып қояды. Осылайша іркіттің бойындағы қалған суы ағып құрғайды. Қажетсіз сұйықтықтан арылған іркіт қолмен сығылып, қажетінше тұздалады. Алақанға салып домалақталған құрттарды өреге тізбектеп жайып, бірнеше тәулік бойы кептіреді. Осындай әдіспен жасалған құрт күн өткен сайын нәрлене түседі. Әке көрген оқ жанар, шеше көрген тон пішер демекші. Мұның өзі ұрпақтан ұрпаққа мирас болып келе жатқан қазақ халқының тұрмыс салтының ажырамас бөлігі. Ақуызға бай тағам адам ағзасына өте пайдалы. 100 грамм құрттың құнарлығы 260 килокалорий. Сондықтан да болар, оны аштықтан құтқаратын азық деп те айтады. Құрт дастарханымыздың байлығы. Қолдан жасаған құрт өте таза. Жастар осы құртты көп жасап жей берсе, тілегім мына дастарханымыздан құрт кетпесін. Құрт ежелден бүгінге дейін өзінің қасиетін жоғалтпай, бәз баяғы қалпында жақсы сақталған ұлттық тағам. Құрамы дәрумендер мен минералдарға толы құрттың қайталанбас ерекше дәмін үлкен кіші бірдей жақсы көреді. Бұл қызығушылық ешқашанда сейілмейді. Өйткені құрт пайдалы азық қана емес, халықтың өшпес төл мұрасы.
Бүгінгі Қазақстанның аумағы бағзы заманнан бері дала халқының көшпелі және жартылай көшпелі отырықшы өркениеттерді қалайша алмастырғанының тілсіз куәгері болды. Көнеден бері дәл осы ұланғайыр далада талай империя іргесі қаланып гүлденді, құлдырады. Ұлы далада өзгеріссіз қалған құндылықтардың бірі мәдени мұра. Халықтың ежелден бері сақталып келген қолданбалы өнерінің бірегейі құрақ көрпе құрау. Қол өнері кілемде, сөз өнері өлеңде дейтін қазыналы қазақ халқының көнеден келе жатқан төл өнері құрақ құрау. Сан алуан матаның түр түсін қиыстыру арқылы ұлттық нақышта ою өрнекпен көмкерле құраған құрақ төрге төселетін көрпеше. Қонақжай қазақ халқы төрін қонаққа арнаған, қасиетті орын санаған. Көшпенділердің әу бастағы өмір салты тарих қойнауында қалғанмен, әлі күнге дейін иісі қазақ үйінің төрінен құрақ көрпе табылады. Мен Қазақстанға жиі барып тұрамын. Онда менің достарым көп. Біздің халықтар бір-біріне ұқсас келеді. Оның сыры қонақжайлығымызда деп білемін. Мен Қазақстаннан алғаш рет оралған сәтте жұбайыма бірнеше көрпеше сатып алсын дедім. Ол менен осыншама көрпені қайтпексің дегенде, қазақтар қонақ күткенде дастархан жайып, төрге көрпе төсейді екен, осы дәстүрін қатты ұнаттым дедім. Ертеде қазақ даласында қымбат маталар тапшы болғандықтан, қалған кесінділерді жарамсыз деп аяқ асты тастау ысырап деп саналған. Сондықтан мата қиындыларын кәдеге жарату қамында бір-біріне жалғап тігу арқылы құрақ құрау өнері дүниеге келген. Сонымен құрақ көрпе құраудың ерекшелігі қандай? Құрақтың шеті мен шегі бір тегіс шығу үшін оны астарлап тіккен. Жалпы көрпе құрау бірнеше кезеңнен тұрады. Алдымен ішке төсемесі пішіледі. Ол көбіне мақтаматадан көрпенің өлшеміне туралап тігіледі. Құрақ көрпенің арасына табиғи материалдар, мақта немесе қойдың, түйенің жүнін салып, сырып тігеді. Келесі кезең сыртқы қаптамасын әзірлеу. Құрақ құрау кезінде ою өрнек пен өлшемге ғана емес, мата түсіне де аса зор мән берілген. Олардың сыры мынадай: көк түс ашық аспанды бейнелейді. Қызыл қайнаған қызу өмірдің, жасыл жастықтың, көктемнің, ал ақ тазалықтың мәнін ашады. Сары даналықтың, білімнің белгісі. Қазақтар қоршаған ортаның үйлесіміне аса мән берген. Сондықтан ою өрнектер мен қиындылар бірдей арақашықтықта теңбе-тең орналасқан. 10 саусағынан өнер тамған шеберлердің әрбірінің өзіне ғана тән өрнек құру немесе мата қиындыларын келістіру тәсілі бар. Бұл әр іскердің қиялының еншісінде. Алайда әрбір әдістің нәтижесінде түрлі түсті тік бұрышты өрнектер пайда болады.
кейін дайын қалыптар өзара жалғанады. Тыз қаптың бар бойына жететіндей тік бұрышты өрнектер тігіледі. Ең ақырғы кезеңде қаптаманың ішіне төсеме салынады. Мінекей, құрақ көрпе дайын. Көрпе тұрмыс құратын қыздың жасауына енген. Ол қалыңдықтың туып өскен үйімен, кіндік қаны тамған өлкесінен өзімен бірге келетін естелік десе болады. Құрақ көрпе құрауға үлкен жауапкершілікпен қарайды. Өйткені ол екі жастың бақытының белгісіндей. Сондай-ақ ол үйге құт береке әкеліп, тылсым күштерден қорғайды деп есептеледі. Біздің халықтың құрақ құрау технологиясы ерекше. Ол бүгінде мән маңызын жоймаған. Өзге елдерде де құрақ құрау ісі кең өріс алған. Құрақ дәстүріне заманауи бейнелеу, қолданбалы сәндік қолөнердің шеберлері, дизайнерлер мен сән үлгісінің мамандары үлкен көңіл бөледі. Олар ескі әдістен жеке шығармашылықтарына шабыт іздеп, бүгінгі күннің талабына сай мәнерде жаңғыртуға сүбелі үлестерін қосуда. Көнеден қалған киелі өнер өрнегі өткеннен сыр шертіп, адамды баурап, тарих қойнауына жетелейді. Әр елдің бай мәдени мұрасымен қайталанбас қолданбалы қолөнері бар. Бұл түрлі халықтарды ерекшелеп тұратын дәстүр мен мемлекет тарихының ажырамас бөлігі. Ол 8 қырлы бір сырлы халық шеберлерінің шығармашылық әлеуетінің жемісі, ел игілігі болып саналады. Киіз басу ежелден дала халықтарында кең тараған. Көшпенді өмірінің әр кезеңінде кезіккен бірден бір материал болғандықтан, оны өңдеу кәсібі қалыптасып дами түскендігі соншалық, көркемдік шешімі жоғары өнер туындысы ретінде танылған. Киіз ата-бабаларымызды ызғарлы жел мен қара суықпен қатар жау жебесінен, тіпті тылсым күштерге қарсы қорған болған. Негізінен бұл қолданбалы сәндік өнер ақбоз үйді әрлеуге де пайдаланылды. Киіз өнімдерін жасау әу бастан-ақ қазақ халқының байырғы ата кәсібі саналады. Бабаларымыздың дәстүрлі баспанасының аты айтып тұрғандай, киіз үйдің сәнін келтіріп, жайлықты қамтамасыз ету үшін керегесіне түрлі түсті ою өрнек басылған түс киіз ілінсе, еденге текемет төселген. Енді текемет басудың барысын тамашалап көрейік. Жалпы алғанда, киіз басу барлық жерлерде бір тәсілмен орындалады. Бұл үрдіске көбінесе қойдың ескі түсті күзем жүні пайдаланылады. Алдымен тегістеп жайылған ши бетіне бірыңғай түсті жүн қалың етіп тартылады. Ол текеметтің көлеміне тікелей байланысты болады. Кейін осы қабаттың үстіне ою өрнек түседі. Әдісі қарапайым болып көрінгенімен, әбден иленген дайын өнім алу үшін біраз тер төгуге тура келеді. Бұдан соң шабақталған қабаттың бетін матамен жауып, жүн бір-біріне төселу үшін ыстық суды себелеп құяды.
Бұл үрдіспен қатар екінші қабат әзірленеді. Жүн талшықтарының бір-бірімен ұйыса байланысатын қасиеті бар. Сондықтан ол алғашқысынан әлде қайда қалыңырақ болуы тиіс. Су бүркіп, жүн талшықтарын бір-біріне қосып жабыстырады. Киізі әбден суға қанығып, жүнді бастау деген кезде орап, екі шетін тұйықтап, нығыздап байлап тастайды. Буланудың әсерінен жүн бірігіп қатайғанша, үрдіске қатысушы топ арқанды әрлі-берлі тарта жүріп тебуді тоқтатпайды. Бұл әдіс екі орамға да бірдей қолданылады. Кейін қолдары жұмыр, қыз-келіншектер білектейді. Осыдан соң тегіс жерге орамалдар жайылып, атқарылған істің нәтижесі мұқият тексеріледі. Құрғақ киіздің бетіне арнайы өрнектер, белгіленген сызба үлгісі бекітіледі. Қазақи нақышта жасалатын төсеніштерге негізінен аң құстар мен өсімдіктер бейнесіне тән өрнектер салынады. Біртекті оюлар сәл өзгертілгенімен ортақ композициялық көріністі бұзбайды. Жалпы ою мен ою өрнектейтін қазақ халқының әрбір белгісінің терең мағыналық мәні бар. Шеберлері дәл қазір текеметке ой түсіруге кірісіп кетті. Текеметті жасау кезінде бетіне салынатын оюларының алғашқы жоспарға сай болуы маңызды. Бұл орайда ұзындығы мен ені, көлемі нақты өлшенгені абзал. Өйткені текеметке өрнектер біркелкі тепе-тең түсуі қажет. Кейін киіздің бетін тегістей матамен жауып, тағы бір мәрте қайнаған суды біркелкі етіп құяды. Киіз қаншалықты көп тебілсе, соғұрлым ширақ болады. Сондықтан кешенді шаруаға жұмсалған уақыт пен күш зая кетпеу үшін қайта-қайта оралып тебу үрдісі ши сыртына жүн талшықтары шыққанша дейін, яғни 2-3 сағатқа созылуы мүмкін. Alma
әбден құрғағанша тәулік бойы кептіріледі. Содан соң текемет тұрмыста пайдалануға дайын. Оюлары киізге сіңіп жұмсара түседі. Барлық технологиялық тәртібі мінсіз орындалған текемет иесіне 20 жылға дейін тозбай қызмет етеді. Киізден жасалатын бұйымдардың бірі сырмақ. Оның текеметтен ерекшелігі, киіздің әртүрлі түсті екі бөлігін бірінің үстіне бірін қойып, оюды қайшымен қиып алады. Сол өрнектің екі жақ шетін бірден жиектей келіп, ортасын сырады. Одан соң ақ жүнге қара түс үндесіп, сәйкесінше қос қабаты қарама-қайшы реңдерден құралады. Биязы жүннен басылған жұқа киізге басқа түсті киізден ою өрнек сырлады. Тігісін жасыру үшін сәндік бау пішіледі. Сырмақтың төменгі тұсына берік матадан астар салынып тігіледі. Ұзаққа шыдау үшін жиектері көмкеріледі. Сырмақ өзінің аса берік қасиетімен танымал. Өйткені ол жарты ғасырдан астам уақытқа дейін кәдеге асуға жарамды. Сондықтан үлкен сұранысқа ие болып, ұрпақтан ұрпаққа мирас етіледі. Шеберлердің қолынан шыққан бұйымдар адамзатты жасампаздыққа үндеп, шығармашылыққа шабыттандыратын мәдениетті құрайды. Көздің жауын алатын осынау баламасы жоқ бірегей туындылар бұрындары әр ошақтың тұрмыстық салтында күнделікті қолданылып қана қоймай, рухани азықтың да қайнар көзі болушы еді.